Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мотордан шыққан тоқ, яғни қытайский мотоциклдердің әрі қытайский мафеттердің мотордан шыққан тоқтың свешке дейінгі қалай жұмыс жасайтындығын көрсететін боламыз. Енді бұл барыста бізге реленің қажеті жоқ. Өйткені қазіргі кездегі мотоциклдерде және қытайский мафеттерде релені тек раманы токпен қамдау және аккумуляторға зарядка беру ролын ғана атқарады. Ал Yamaha, Honda, Suzuki'лерде релені коммутатормен байлап тастаған. Яғни коммутатор болмаса реле жұмыс жасамайды, реле болмаса коммутатор жұмыс жасамайды. Енді әзірге қытайский мотоциклдерде де GSX маркалы бір мотоциклдер бар. Оның енді барлығы емес, ішінде бір ғана түрі бар. Дәл осылай жұмыс жасайтын. Оның да видеосын кейін тоқтап түсіріп көрсететін боламыз. Ал қазіргі кезде қытайский мотоциклдердегі динамо, дәл осы динамо көп санда қолданылып жүрген. Бұны универсал динамо деп айтсақ та болады. Өйткені әзіргі кездегі барлық мотоциклдердегі қолданыста жүрген динамоның бірі осы. Енді бұдан шыққан 5 ток. Бесеуінің мына сары мен қызыл сары екеуі жаңа релеге ток беріп, динамодан шыққан сары мен қызыл сары релеге ток беріп, аккумуляторда және рамын токпен қамдайды. Ал енді мотоциклдің оталуына қажетті 3 төгіміз мына ақ сызықты қара көк, ақ сызықты жасыл және мына қызыл сызықты қара. Осы үшеуі коммутаторға жалғанады. Енді осы коммутаторға жалғану арқылы карточкаға ток беріп, бізге свешке ток шығарып береді. Мұндағы жаңағы ақ сызықты қара көгіміз, ақ сызықты жасылымыз және мына жердегі қызыл сызықты қара токсын. Осы үшеуін жалғап алайық. Ақ сызықты қара көк, ақ сызықты жасыл. Енді бұл екеуі свешке негізгі ток беретін екі ток. Бұл екеуі мына осы кішкентай карточкадан шығады. Ақ сызықты жасыл мен ақ сызықты қара көгіміз. Одан кейін қызыл сызықты қарасын. Бұл қызыл сызықты қарасын мына жердегі оралып тұрған бір бөліктен шығады. Яғни бұл да плюс деп айтсақ болады. Енді осы үшеуінен шыққан ток коммутаторға келіп, коммутатордағы мына сары сызықты қарасым арқылы карточка зажигание жалғанады. Одан кейін мына жердегі массамыз бар. Массамыз осы коммутаторға бірге массаға жалғанады. Сол арқылы бізге свешке ток шығарып береді. Бұл қазіргі кездегі қытайский мотоциклдер болсын, мафеттер болсын, осы ток жолын пайдаланады. Деліктей. Енді мына жерде коммутаторда бір тоқсым артық қалады. Ақ сызықты қара тоқсым. Енді ол ақ сызықты қара тоқсымда арнайы бір видео сіздерге көрсететін боламын. Ол мотоциклдің өшіп сөнуінде маңызды рол атқарады. Енді әрқайсы мотоциклдерде әртүрлі деп айтуға да болады оны. Видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.